Бүгін 5 наурыз 2026 жыл. Міне 8 наурыз әйелдер, қыздар мерекесі де келіп жетті. Сол мерекеге арналған көрменің ашылуына келдім. Өзімде жұмыстарымды білгем. Міне енді бірінші тұрған жұмыстан бастап көрсетіп шығайын. Асықпай. Әлі басталуы уақыт бар. Мынандай жұмыстар. Рима дейді, 73 жаста дейді. Масламен, моншақтармен араластырып сатты. Мынау кесте, біз кесте ғой мынау. Тажиева Мырзакүл дейді. 65 жаста дейді. Шишкадан жасаған гүлдер екен. 67 жаста дейді. Орынханова Мира дейді. Гүлдер, масло, майлы бояу. Авторы жазылмапты. Жаймен жүріп, мына екінші залға өтейік. Ахметова, Дүйсенкүл апай, Гадилені, Усыбалиева Салиманың басқыдан тоқыған киімдері, станогы, шебер сабағын киімдері, жүннен басылған жұмыстар екен. Жүннен басылған жұмыстар. Портрет. Симашева Олеся дейді. Жүннен басылған портрет екен. Мынау жүннен басылған. Симашева Олеся дейді. Жүннен басылған керемет жұмыс екен. Мынау Симашева Олеся. Жүннен басылған. Orada cümle başlayan cümle. Дүйсенбиева. Бұл дейді. Дүйсенбиева. Бұл жасаған жұмыс екен. Майлы бояу. Бұл да Дүйсенбиева. Мына жаққа өтейік келесі залға. Келесі залда бірінші болып мен жұмысымды бітірген. Бұл облыс әкімет ғимараты. Әкімшілік ғимараты. Ол жақтардан бисерден, пайеткадан кестеленген кесте. Майлы бояу. Денисов М.Д. Бөлекова Айжан дейді. Бисермен түкті кесте ғой, түкті кестемен бисер кестені араластырып жасаған. Мынау түкті кесте. Солтаева Анар дейді. Тек тұрмас Габилен дейді. Здравствуйте. Мынау да керемет. Тойшыманова Гаухар дейді. Шуақты көктем, моншақты кілем техникасы. Кесте, моншақты кесте. Мынандай жұмыстар. Сапаралиева Рахаттың жұмысы. Бұл да Сапаралиева Рахаттың жұмысы болып, емін рахат. Мына жақта да жұмыстар тұр әдемі. Рахат дейді. Рахаттың жұмысы.
Елена дейді. Мынандай жұмыс. Түн мен күн дейді. Мындай жұмыстар. Осындай жұмыстар. Мынау біздің қолөнерші Сағым дейді. Раушан Иманови ханымның жұмысы. Мынау да жүннен басылған жұмыс екен. Раушан Иманови дейді. Жүннен басылған жұмыс. Мына шашақ. Ши. Шашақтар. Мынау Тоқабаева Гүлмираның жұмыстары. Киізбен кесте, көркем тігіс бәрін араластырып жасаған жұмыстар. Мынау Климттің жұмысының көшірмесі, киізден басқа. Мынау да Тоқабаева Гүлмираның жұмыстары. Жүннен басылған жұмыстар. Қыштан жасалған жұмыстар. Үйеңкі, е? Мына шеберіміз. Керамикалық бусинкалар ғой? Керамикалық моншақтар. Керамика моншақтар. Пеште күйдірілген, глазурленген. Даусын естасыз ба? Иә, сықырлап атыр. Енді залға өтейік. Керамикалық жұмыстар, құмыралар. Мынау да бисер кесте. Мынау кесте емес не? Бисермен жақсарылған ғой. Мынау да жақсарған жұмыс. Майлы бояу. Баубекова дейді. Баубекова. Матадан жапсырылып жасалынған жұмыстар. Дьяченко Оксана Леонидовна дейді. Фетрдан жасалған жұмыстар. Киізден, фетрдан жасалған жұмыстар екен. Ұршы қиырып отқан аяқ жейі. Золотая рыбка ертегісімен жасалған жұмыстар. Мақтада жұмыстар. Орманова дейді. Айман Орманованың жұмыстары, майлы бояу. Бөлекова Айман дейді. Шебер шаңырақ дейді. Жұмыстар. Қырықбаев П дейді. Майлы бояу. Мына жерде менің кілемдерім. Илеулі тұр. Кілем, түкті кілем. Ковры. Ворсовые. Ворсовые ковры. Очень красивые все ваши. Спасибо. Очень
Мына жақта жұмыстар. Киізден басылған жұмыстар. Мынаның бәрі жүннен жұмыстар. Мына бір жүннен жасалған қуыршақтар екен міне. Қолөнершілер арасында топтық көрменің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Жалпы көрмеге қатысушылар Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшелері, Тарас Қазақстан жігіттер, менің замандастарым, осында тұрған жақсылық бақыт болсын. Мынау керемет қасиетті айларды кезіп тұрмыз, ораза айы. Ораза ұстағандарыңыз болса, ораза қабыл болсын. Жалпы жаңа ғана айтып өтті, мен осында креативтік индустрия саласын үйлестіруші деп. Осыдан 3-4 жыл бұрын жалпы креативтік индустрияны дамыту бойынша президентіміз үкіметке тапсырма беріп, өздеріңіз сияқты жекелеген адамдардың шығармашылығын дамыту мақсатында оны үйлестіріп, кәдімгідей бір топ құрып, осындай елге көрсету мақсатында осы креативтік индустрияны дамытуды қолға алғанбыз. Міне Құдайға шүкір тобы қазіргі таңда мен ойлаймын, біздің Тараз қаласында сіздер шын мәнінде жекелеген шығармашылық Тараз қаласының жұртшылығы. Анар Сағынтаевыздар. Келесі Қолданып атқан өнерлеріңіз алға баса берсін. Бұдан да творчество табыстарға жете беріңіз. Взрослые, болезнь за вас, будьте здоровы. Сендерге құт береке бақыт. Мектебінің мерекесі 8 наурыз құтты болсын. Бұл дүниежүзілік жаңалықтарды көріп, мысалы бірнеше Эльмира бар, қазақтың құтты кілемін әрбай жалғастырып жатыр. Галина Шумилинаның қызы Мария, оның жаңа сюрреалистік. Жантаева Эльмира марапатталады. Эльмира жақсы жүргізді. Марапатыңыз құтты болсын.